Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымызда ерекше сумка тоқып үйренеміз. Сумканың фурнитурасын және мына жіпті барлығын интернет-магазиннен алынған, оның барлығын описанияға қалдырып кетем, сол жерден заказ беріп алсаңыздар болады. Сумканы өзі крючокпен тоқылады, бірақ тоқылуы өте оңай. Бір көріп алса болды. Ал бастаймыз. Қажетті заттарымыз мына Alize Softy деген бір жібі кетті, және де мындай крючок. Крючоктың номер 2 мен тоқимыз. Сумканың каркасын мынандай пластмассовый каркаспен тоқимыз. Бұны канва деп аталады. Алдыңғы айтқан интернет-магазиннен алса болады міне. Және де мына фурнитураларды пайдаланамыз. Бұл жерде канвамыз 2-3 мм болған соң, номер 2 крючокпен тоқимыз. Ал міне бастаймыз. Бұл жерде мен сіздерге жай жіппен көрсетемін. Бірінші клеткаға крючогымызды салып аламыз да, кіргізіп аламыз да, былай жіпті шығарамыз. Енді екінші клеткаға кіргіземіз крючогымызды. Енді осыдан өткіземіз. Тура видеодағыдай осылай тоқимыз. Ары қарай да осылай жалғастыра береміз. Міне, үшінші клеткаға кіргіземіз. Жібімізді міндетті түрде бос болу керек. Бұл жерде жай жіпке тоқылған соң көрсетілмеген. Бұлай пушисты жіппен немесе букле деген жіппен тоқысаңыздар, жіпті бос тоқу керек. Сол кезде сумкамыз андай пушисты болып тұрады. Бірінші, екінші қатар кішкене қиындау болады, ыңғайсыз. Одан кейін бейімделіп кетесіздер. Тура осылай тоқымамыз жалғастыра береміз. Ал мына жерде Alizeмен тоқып көрсетемін. Міне бос қылып, 1,5 сантиметрдей бос жіпті қалдыру керек. Мына ұзын жіптің ұшын кесіп тастамаймыз, оны соңында салып жібереміз. Міне осылай жіп емін-еркін кең жату керек. Біранда қатты да ұзын болып кетпеу керек, өткен ілініп, басқа заттарға іліне беруі мүмкін. Міне жай ғана 1,5 сантиметр жеткілікті болады. Осылай тоқымамызды бірінші қатарды осылай жалғастыра береміз. Бірінші қатарын тоқып алдық. Енді мына төмен қарай келесі клеткаға ауысамыз. Міне. Тура видеодағыдай өстіп екінші клеткаға түсеміз төмендегі. Ары қарай тура солай жалғастыра береміз. Тек бұлай енді кері қарай жүреміз. Солай барлығын осы бір ұзындықпен кете береміз.
Жіпті кішкене ұзынырақ алуды ұмытпаймыз. Әйтпесе ішіндегі канвасы көрініп қалады. Сондықтан мына жіпті міне былай кішкене бос қылып тоқимыз. Сумканың толығымен ұзындығын тоқып алдық. Енді мына екі шетіндегі ұстайтын жақтарын тоқимыз. Міне бір жағын тоқып қойдық. Ал қазір мына видеоға екінші жағын қалай тоқу керек екенін көрсететін боламын. Тоқып отырған жібімізді мына канваның артына жібереміз да. Жіптің ұшын кішкене ұзынырақ қалдырамыз. Жіптің сабағын кесіп тастамаймыз, бұлардың барлығын соңында жөндеп аламыз. Міне алдыңғы көрсеткендей тура солай әр квадратта тоқып отырамыз. Жібімізді бос қылып тоқимыз. Крючок сыймайтын мынандай қосылған жерлерді былай жай ғана аттап тоқимыз. Солай тоқымамызды осы жерге жалғастыра береміз. Мынандай артық жіптерді қосқан жерлерді барлығын осылай жіптердің арасына өткізіп жібереміз. Түбінен кесіп тастамаймыз. Өйткені сөгіліп кетуі мүмкін. Мынаның ішіне бұл жерде байқалмай қалады. Осылай өткізіп жібереміз. Болды, енді каркасты түгелімен тоқып алдық. Енді мына жан жағын тігетін боламыз. Қазір қалай тігу керегін көрсетемін. Міне бір жағын тігіп қойдым. Енді екінші жағын тігеміз. Міндетті түрде мына төмен жағынан бастаймыз. Міне бірінші клеткаларын тауып аламыз. Бұл жерде бірінші жіпті былай жақсылап түйіндеп байлап қоямыз. Одан кейін бірінші клетканы жақсылап тігеміз, өйткені ашылып кетпеу керек. Мына жіптің ұзындығын осы тігістің ортасына жібере салсақ та болады. Видеода көрсеткендей, міне тура осылай тігеміз. Және жіптің сабағын осылай ішіне ортасында тігіп жібереміз. Шеткі клеткаларды сонда
біріктіріп тігіп отырамыз. Бір шетін тігіп болдық. Енді мына жағында тура солай төмен жағынан бастап тігеміз. Ал мына жіптің ұзындығын былай өткізіп жібереміз да, артығын кесеміз. Сумкамыз дайын болды. Келесі кезекте мына жан жағын жай тігіп шығамыз. Мына видеода көрсеткендей айландырып тігіп шығамыз. Өйткені мына канвамыз шетінен көрінеді екен. Сондықтан айландырып тігіп шығамыз. Сумканың центрін тауып, өлшеп, мына фурнитураларды орнатамыз. Бұларды мына қатты батырып жіберсе, пластиктан өтеді екен. Сондықтан өткізіп, плоскогубциямен қатты қысып қойса, бос болмау керек, өйткені түсіп қалмайтындай. Сондықтан қаттырақ қысып, плоскогубциямен орнатамыз. Енді жан жағына мына кольцоларын ілетін боламыз. Бұны деген жай іліп қойса да болады екен, бірағында мен тігейін деп шештім. Сондықтан мына кольцоны жай айландырып тігіп шығамыз. Мына видеода көрсеткендей осылай тіге саламыз екі шетінен.
Екінші кальсонды тура солай тігеміз. Сумкамыз дайын болды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Және де лайк, подписка қоюды ұмытпаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше.